Армысыздар, құрметті оқырмандар. Бір ел бір кітап республикалық дәстүрлі акциясы елімізде 2007 жылдан бастап өтуде. Биылғы жылы аталмыш акция аясында Қазақстанның халық жазушысы, драматург, қоғам қайраткері Төлен Әбдіктің шығармаларын оқу бекітілді. Осыған орай кітапханамызда жазушы шығармаларынан табиғатты өзгеше дарын атты әдеби кітап көрмесінің бейне шолуын ұсынамыз. Кітап көрменің мақсаты жазушының шығармаларын жан-жақты насихаттау, оқырмандарды Төлен Әбдіктің әдеби мұрасымен таныстыру. Көрмеге қаламгердің әр жылдарда жарық көрген шығармалары және ол туралы жазылған деректер, энциклопедиялар, әдебиеттер мен мерзімді басылымда қойылған. Жазушының қаламгерлік қазынасын кеңден танытатын шығармаларына тоқтала кетсек. Қаламгердің шығармалары 1964 жылдан бастап жариялана бастаған. Тұңғыш жарық көрген 1969 жылы жазушы баспасынан Көкжиек жинағында Қонақтар, Бас сүйек сәнді көл, Бір күндік ашу сынды бір топ таңдамалары, әңгімелері берілсе, Парасат майданы жинағына үздік повестері, әңгімелері мен республикалық театр сахналарында қойылған Біз үшеу едік ветеран пьесалары еніп отыр. 2002 жылы Алматы қаласы Атамұра баспасынан жарық көрген Оң қол Төлен Әбдіктің 25 жасында жазған алғашқы әңгімелерінің бірі. Әңгіме психиатриялық ауруханаға түскен 17 жастағы Алма туралы. Сұлу бойжеткеннің сырқаты, жан түршігерліктей қорқынышы, қыз қалың ұйқы құшағына кеткен шақта оң қолы өзін қылқындырып өлтіруге әрекет жасайды. Дәрігерлер аурудан арылудың сан түрлі амалын жасағанмен, Алманы оң қолына бөгет бола алмайды. Ақырында Алманы емдеуші дәрігер қолын алып тастау керек деген шешімге келеді. Сюжет желісі дәрігердің әңгімесі арқылы өрбиді. 2005 жылы Алматы қаласы Қайнар баспасынан шыққан Әке кітабына бұрын жарық көрмеген бір топ психологиялық драмалар жинақталған. Әке повесінде екі әкенің бейнесі қатар жүреді. Бірінші кейіпкердің әкесі өлім аузында жатса да, жұртты тілмен шағып жатқан Сейсен. Екінші Сейсеннің әкесі әлде қашан келместің кемесіне мініп кеткен адам. Оның анау-мынауға елпілдей қоймайтын орнықты болғанын баласына айтқан әңгімесінен ақ сезесің. Жазушы әке образын суреттеумен қатар ақ келіп қызыл шапқан аласапыран күндерді 20 ғасыр басындағы әрқандай саяси ахуалды да сөз қылады. Көшпелі халықты отырықшы тұрмысқа көшіру, егін шаруашылығы, оқыған қазақ пен оқымаған ауыл адамның қарым-қатынасы шынайы суреттеледі. 2012 жылы Алматы қаласы Раритет баспасынан жарық көрген халықаралық Франц Кафка атындағы орденмен марапатталған Парасат майданы романының алатын орны ерекше. Парасат майданы жазушының азаматқа бағытталған жан айқайы, өмірдің тылсым сырына үңілген жанның өзгелерге айтар өсиеті. Төлен Әбдіктің бұл философиялық шығармасында қоғамның болашағы үшін қам жегенін, оған жаны ашып, жол сілтемек болғанын байқаймыз. Жақсылық пен жамандықты, жауыздық пен мейірімділікті қатар қойып, кімнің жеңіске жететінін баяндайды. Сонымен қатар қаламгердің орыс тіліне аударылған шығармалар жинағы 2003 жылы Санкт-Петербург қаласындағы Славия баспасынан Война умов романдары мен әңгімелері, 2013 жылы Разума Пылающая война атты әңгімелері, пьесалары Астана қаласындағы Полянк баспасынан жарық көрді. Сондай-ақ оқырман назарына мерзімді басылымдар беттерінде жарық көрген мақалалар да ұсынылған. Егемен Қазақстан газетінің 2020 жылдың 5 маусымында Назерке Жұмабайдың мақаласында Қазақстанның халық жазушысы, драматург, қоғам қайраткері Төлен Әбдікпен ақиқаттан биік ақсақал жоқ атты сұхбатында жазушының шығармалары жайында ой бөлісті. 2022 жылы жарық көрген Жұлдыз журналында Қамқоршы повесі жарияланған. Құрметті оқырман қауым, Төлен Әбдіктің шығармашылығымен жақынырақ танысқыларыңыз келсе,
кітапханамыздың қорындағы әдебиеттерді алып оқуларыңызға болады.